Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ертегі айтып беремін. Ертегі мақтағыз бен мысық туралы. Енді ертегімізді бастайық. Ерте ешкі жүніп өтеді. Баяғы заманда мақтағыз бен мысық болды. Олар екеуі дос болған. Бір күні мақтағыз үйін сыпырып жатқан кезде миыс тауып сөйтіп мысығын шақырды. Мысығым, келші деп. Мысығы келмей қойды да, мақтағыз өзі жей салып жеп болған кезде мысық келді. Мяу, мақтағыз, не үшін сен мені шақырдың деп айтты мысық. Ал мақтағыз айтпайды. Сәлкім мысықны ашуы келді. Сен айтпасаң, мен сені сүтіңді төгем деп айтты да, мақтағыз сәлкім айтты. Жоқ, сен төкпе, сен төксе, мен сені құйрығыңды жұлып аламын деп айтты. Бірақ мақтағыздың айтқанын істемеп, төкті сүтті. Сөйтіп мақтағыз соның құйрығын жұлып тастады. Жұлып болған кезде далаға шығарды да айтты: сен маған сүт алып кел, содан кейін мен саған өзінің құйрығыңды беремін деп айтты. Мақтағыз. Содан кейін мысық сиырға барды. Сиыр, маған сүт берші маған деп айтты. Мысық сиыр айтты: жоқ, сенен жұмағы. Жоқ, мені қақны ашып кетті. Сенен бірінші маған шөп бер деп, жапырақ бер деп айтты да. Сөйтіп мысық ағашқа барды. Ағаш, маған жапырақ берші деп айтты. Содан ағаш айтты: мен шөдедім, сен маған су алып кел. Суға барып жатқан кезде мысық алдынан суына барып жатқан қыздар барды жатты. Содан мысық айтты бұлақтың алдына келіп: Қыздар, маған су берін деші. Қыздар айтты: жоқ, сен емпірінді бізге сағыз бер деп жайлайды деп мысық дүкеншіге барды. Дүкенші, маған сағыз берші. Дүкенші айтты: жоқ, сен емпірінді маған жұмыртқа бер деп айтты дүкенші. Содан кейін мысық жайлайды деп тауыққа берді. Тауыққа барды. Тауық, маған жұмыртқа берші деп айтты. Ал тауық айтты: жоқ, сен бірінші маған дәм бер. Содан кейін мен саған жұмыртқаны беремін деп мысық енді не істеймін деп жүрген кезде алдынан тышқан шығып кетті. Содан кейін мысық айтты: тышқан, тез айт, үйінде не бар деп айтты. Содан кейін тышқан тек дәм қана бар деп айтты. Тышқан. Содан кейін жарайды, сенен маған дәм алып кел үйдегі. Содан кейін мен сені жемеймін деп айтты. Содан жарайды деп үйінен дәм алып келді да. Содан кейін мысық айтты: жарайды, бүгін мен сені жемеймін деп дәмді алып тауыққа берді. Тауық болған жұмыртқа берді. Жұмыртқаны дүкеншіге берді. Дүкенші болған сағыз берді. Сағызды қыздарға берді. Қыздар болған су берді. Суны ағашқа берді. Ағаш болған жапырақ берді. Жапырақты сиырға берді. Сиыр болған сүт берді. Содан кейін сүтті мақтағызға барды. Мақтағыз
Ama maqtağı sudakin masıqtan koyulğan bir gıdıda sudakin soğlar bakki vurmaqsıqdır. Sonra bizim neftegimiz bitti balalar. Sağ olun da balalar.